Осындай керемет бабл шарды үйренгің келсе, маған тіркел. Құрметті қазақ елі, бүгін сіздерге бабл шарды үрлеуді үйретемін. Ол үшін бабл шардың өзі керек, қауырсын керек, обработка, лента, қайшы, компрессор. Ең бірінші баблсты жақсылап қорықпай осылай созып аламыз, осылай. Қорықпаймыз, бұл оңай жыртылатын шар емес. Және компрессормен үрлеп аламыз. Бір созып алдық, ішіне қауырсынды саламыз. Баблсты гелимен үрлемес бұрын горловинасын обработка жасаймыз. Обработка дегеніміз міне осы. Тек қана горловинасын обработка жасаймыз. Мынау гелий. Оның ішінде гелий деген газ бар. Ал мынау баблс деген шар. Осы гелийді баблсқа үрлеу арқылы баблс ұшып тұрады. Осылай тұрамыз. Осындай керемет баблс шар. Обычно қалай шарды байлаймыз, солай аузын байлаймыз. Және түбінен лентамен байлаймыз. Бір байлаймыз, екі байлаймыз. Әдемі болу үшін осылай бір рет тартып өтеміз.